Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Дәл қазір сіздерге мен инстаграмда қалай бизнес версияға өтеміз, қалай редактировать етеміз, соны көрсетіп боламын. Қарасаңыз, бұл менде новый аккаунт, и редактировать профильді басамыз. Сол кезде қарасаңыздар, мне переключиться на профессиональный аккаунт деген тұр. Соның үстін басасыз, там продолжить, и сізге керекті сізді описать ететін категорияны таңдайсыз. Образование, здоровье, красота, қарашаңыз, личный блог деген сияқты. Мысалы, личный блог и готово. Показать в профиле деген тұрады, потом автор или бизнес сызба деген. Мысалы, бизнес болсаңыз, бизнес деп қоясыз. И вот мына жерде электронный адресіңіз, телефон номер, адрес компании барлығын енгізсеңіз болады. Показывать контактную информацию десеңіз, сізге көрініп тұратын болады ол неде. Далее войти на Facebook деп сразу осы жерден Facebookпен тіркеліп алсаңыздар болады, болмаса пропустить деген батырманы басып кейінірек жасап аласыздар оны. Все. Қарасаңыздар, мына жаққа уже профессиональный панель деген ашылды. Яғни сіз қанша охват 30 күннің ішінде немесе бір аптаның ішінде қанша охват алыңыз, қанша сізге подписчик жиналды, қаншадан вовлеченность танытты деген сияқты, соның барлығын осы профессиональный панельден көріп отыра аласыздар. Мына аккаунттан сіздерге қазір көрсетемін. Вот профессиональный панельде көрдіңіздер ме, за последние 30 дней вы охватили деп осылай аккаунттардың санын көрсетіп тұрады. Смотреть все десеңіздер, статистиканы қарағанда, вот охваченный аккаунт, вовлеченный аккаунт, подписчики деген сияқты. Там историяңыз қанша болды, андай-мындай деген бәрін көріп отырасыздар, аналитика жасап. Потом редактировать профиль дегенге басаңыздар. Бұл жақта вот имя. Мына жерде қарасаңыз, распечатка фотография, альбомы, рамки, боксы деген ұзақ тұр. Бұрын былтырлары бұндай біз ұзақ жасай алмайтынбыз. Дәл қазір 2022 жылы осылай соңғы обновленияда инстаграмда осылай имяңызды ең ұзағынан жазуға мүмкіншілік бар. Яғни редактировать профиль дейсіздерде имя. Қарасаңыз, мына жаққа полностью өзгертесіздер. Яғни бұл жерде әдемі қисайған шрифттармен емес, өз аты жөніңіз емес, егер танымал адам болмасаңыз да, сіздің қызметіңіздің аты жөні тұру керек. Таргетолог болсаңыз таргетолог, мобилограф болсаңыз мобилограф, сайт жасасаңыз сайт деген сияқты. Немесе қолөнер болса қолөнер, көрпе жасау болса көрпе жасау деген сияқты. Осылай имяға полностью не қызмет көрсетесіз, қандай өніміңіз бар, соның бәрін жазып қойсаңыз болады. Птичка басып сақтайсыз. Потом вот биографияны тоже мына жерден менде 12, қарасаңыз 12 цифр бар. Әлі мен жаза аламын. Жазған сайын қарасаңыздар, міне 9, 8, 7 деп азайып жатыр. И ары қаратай уже минусқа кетеді. Яғни бұл жерде 160 па сондай цифр ғана жаза аласыздар. Бұл жерде тоже ең бірінші сіздің конкуренттардан ерекшелігіңіз жазуыңыз керексіз. Одан кейін басты артықшылығыңыз, сіз жайлы қысқа да нұсқа ақпаратты беріп тұру керек биографияда. Адрес ештеңе жазбайсыз, адрес жазатын басқа жер бар, ссылка қоятын, номер қоятын басқа жер бар. Осылай өзіңіз толтырасыз биографияңызды. Тоже қалай толтыру керек екенін менде видеоларда бар. Птичка басып сақтайсыз, и одан кейін міне, бұл жерде тағы да өзгертілген нәрсе ол ссылки. Осы ссылки деген жерде осы WhatsApp қойсаңыз болады. Вот va.me деп номеріңізді жазасыз, названиясын WhatsApp деп жазып қоясыз. И осылай птичка басып сақтап аласыз. Потом Facebook страницаңыз, категорияңыз, способы связи. Способы связи тоже толтырасыз. Мына жерде именно осы жерге адресті жазасыз. Яғни биографияға емес, именно осы жерге өзіңіздің адресіңізді жазасыз. WhatsApp бизнеспен мына жерде тіркесеңіз болады. Отправить код десеңіз, сізге WhatsApp-ыңызға келеді. И қазір көрсетемін.
Так, не сейчас. Так, все. Кнопки действий, категорияны көрсетсеңіз болады, көрсетпесеңіз де болады. Товар услуги көрініп тұр. Сохранить дейміз. Енді осының барлығын жасап болғаннан кейін сіздер сақтап аласыздар. Енді қараңыз. Вот мына жерде контакты деген бөлім ашылды. Контакты дегенге бассаңыздар, вот мына жақта позвонить, электронный адрес, WhatsApp деген тұр. Адамдар осы WhatsApp деген үстін басса, сізге сразу WhatsApp-ыңызға жазатын болады. Вот, осылай. Мына жаққа да ссылкаңыз қойсаңыз болады. Адрес вот астында Қазақстан деп тұр. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылай өздеріңіздің данныйларыңызды әдемі етіп толтырсаңыздар, сіздерге подписчиктер де жазылатын болады, және өніміңізді де сатып алатын болады. Редактировать профильде мына жерде изменить фото или аватар десеңіздер, сіздер өздеріңіздің аватарларыңызды өзгерте аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.